Урматтуу телесерчилер, Миле телеканалында хаберлер информацион программасы тақдым етле. Студияда мен Алимия Кайбулаева жалшам. Ишімдікі саатқа бойле малуматнен таныш етеміз. Ичкі койындеки реабилиштірілген веоларның несіллері үчүн куванч. Энди олар Русия Федерация гражданлығына элде етіп олажаклар. Русияның силялы куветлерінің сыраларына Бубар, экобингдензияде қырымлылар чағырылажақ. Милет телеканалы Яңа Милет йылдызы лейхасыны тешкіл етті. Бірінші кастинг насыл олып кечті. Бу ведигер малумат бізім яйнымызда. Испан саясатчылар ве бизнесменлер эйеті Қырымға зиярет еле келді. Оларның арасында Испания Кралығының Андалузия Милли Ассамблея президенті Педро Алтамирано ве Андалузия Милли фырқасының федераль координаторы Сальвадор Гарсия Урбано. Қырым бөлігінің Опора России тәшкілатының рейсі Сергей Лапенко хабар етті ки, әйет әнді Қырымда. Олар бұ ерде апрелінің 10-дан 15-не қадар болынажақлар. Бұ вақытта олар Қырым бизнесменлері иле көршіжеклер деп білдіре Лапенко. Эпсі реабилиштірілгенлер ве оларның несілері чоқ бекленілген күнлерге еттілер. Девлет дума мебуслары реабилиштірілгенлер үшін гражданлықның қабул етілмесі қолайлаштырылған қанунны қабул еттілер. Чоқ бекленілген вақыттан сон бізім беңлернен ватандашларымыз оз ватанына қайтып Русия Федерация гражданлығына қабул етіп олажақ. Бізім телевизион тақымыз ичкі койынде болынды, андайсе бұл қанунны беклеген инсанларнен субет етті. Русия кемиетінің Девлет дума рейсі парламент мебусларының дыққаты иле қолайлаштырылған гражданлықны алу қануны қабул етілді. Апрель 5 күні бізім халқымыз үшін тарихи бір күн олды. Чүнки чоқ еллар кечкен сон 1944 сене сүргінлікке оғраған инсанлар озана ватанына қайтмаға ве Русия Федерация гражданлығына алмаға имканлары бар. Бүгін біз қуванч көз яшлары, тешеккүрлер сөзлері, тебесім ве бақт бұл инсанларының көзлерінде көрдік. Вайтывлар айлесі Қырымға 2015 сенесі көчіп келді. Вақтын жай ашамақ үшін изін алдылар. Шымды изе гражданлық алмақ үшін весиқаларыны тапшырдылар. 6 айдан соң бережек екенлер вид на жительство. Гражданство сразу бермейлер. Ишке алмайлар. Қанун қабыл еттілер, Аллаға шүкір. Бек ярдым бола ятыр бізге, яқшы. Алла сауықларын берсінлер. Та көчіп кележек қызларым бар. О қанунға бақып іште. Енді бізге еңгілже олыр деп ойлайым. Çok sağ ol айтмас деймен президент Путинге ве Руслан Балбекке. Вайтывлар айлесі балабан бір евде уч қоранда яшай. Олардан бір кімсе аляда Русия Федерация гражданлығыны елде етіп оламай. Унен берабер олар чешіт қиыншылықларға оғрай. Малеви тарафтан да қиынала. Гражданлықны қолайлаштырылған қанун қабыл етілмесі айле үшін чоқ бекленілген хабер олды. Хочу поблагодарить нашего президента Владимира Ильича Путина и Руслана Бальбек. Гражданство сейчас получим, у нас будет все полегче, еще легче будет. Получим кое-какие даже медицинские страховки, СНИЛСы. А то очень тяжело насчет этого у нас. В больницу не можем пройти, да. Даже вот эти вот просто элементарные вещи никак не получается. Ичкі районның қиянлы көйінде яшыған Абдулаевлар айлесі де гражданлықны елде етіп оламай. Ватанға олар 2014 сенесі келділер. Реабилитацияқта весиқалар бар, ама гражданлық олмағаны үшін ресми бір ерге ішке кіріп оламайлар. У нас самые основные проблемы – это гражданство. Гражданство. Без гражданства мы никто. На работу не берут. Работаем там у кого-то в магазине, работаем за 200 рублей, за 100 рублей, работаем целый день. Теперь у нас какая-то надежда есть. Вот это вот получить гражданство, и дети где-то будут работать, нам будет легче. Вот мать тоже хочет приехать, сестра тоже хочет приехать. Я ей говорю, пока не приезжай насчет гражданства, насчет вот это трудно. Выезд надо делать или что. Ну теперь, наверное, уже все хорошо будет. Ана баба Ирина Ведилевер Абдулаевлар оз балалары үшін пек қасветленелер. Чүнки оларда гражданлық проблемасына ұғрадылар, ама итираф етелер ки ярынки күнде энді еминлер. По телевизору, когда узнали, мы обрадовались. Спасибо, конечно, что рассмотрели они вот это вот, чтобы татарам дали гражданство. И вот
вот это Руслану Балбеку, что он постарался. Мы как граждане теперь будем, не как граждане иностранцы, также нас считают. А теперь будем гражданами Российской Федерации. Хатırlatамыз, Русия Федерация Девлет Думасының 3-нче окуында Русия гражданлыгы элде этмек колайлаштырылган канун кабул этилди. Оның муэллифлерінден бірі Руслан Балбек oldu. Бу весикага бинаен Кырым АССР территориясында канунсыз сургун этилген гражданлар, яда оларның сойлары карбаба, картана, баба, ана, умур аркадашлар, баллар, торунлар, ага кардашлар гражданлыкны элде этип алачаклар. Алимия Кайбулаева, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. 3-нче эсас канун күннің арфесінде Кырым Девлет Шурасында тантаналы шекілде президиум өткерілді. Владимир Константинов білдіргеніне көре, бұл тедбір Кырымлылар үчүн буюк ерні алмақта. Бұндан да ғайры Константинов Кырым Украина деврінде Кырымлыларға қаршы япылған канунсыз шейлер ақтам қайдетті. Президиумның башында Кырым парламентінің башы бұйық именен білдірді ке, Кырымның эсас кануны бізім саясет системаның тұрғылығына қол тұтачақтыр. Бүгінгі күнге чатышмаларға себеп жоқ. Владимир Константинов қайт еткеніне көре Украина деврінде Кырым татар халқыны этникара фактор кібі ішлетейділер. Сейчас, как известно, сама жизнь вышвырнула межлисовских авантюристов на обочину той столбовой дороги, которая открылась перед крымско-татарским народом после возвращения в Россию. В свое светлое будущее крымские татары идут без них. Немалую роль в оздоровлении межэтнических отношений сыграли положения действующего основного закона республики, в котором мы вернули гарантии свободного и равноправного развития национальных языков, культуру, уважительное отношение к согражданам, независимо от их этнического происхождения и вероисповедания. Владимир Константиновның сөзлеріне көре, Кырым конституциясы ярамадамызда яшаған милитлерінің муабетлігіні әділие тарафындан бірлештіре. Бұндан да ғайры Девлет Шурасының башы білдіргеніне көре Кырым кануны мүкемелештірілежек. Кырым Жұмхурiyet конституция күн арфесінде Владимир Константинов Кырымлыларны yüksek mükafatlarмен рағбетлештірді. Сабрия Халиляева, Дмитрий Завой, Миллет үчүн. 2000-ден зияде Кырымлылар Бубай Русияның силялы куветлерінің сыраларыны толдырачаклар, аскерлікке чағырылған инсанлар арби қызметінің ярмадамыздың территориясында кечежеклер. Авескерлар исе қытада девлетімізде борч бережеклер. Боқта бар аскерлікке чағырып 2017 адлы матбаут конференцияда белі олды. Бар чағырымның хусусиетлері ақта мұхбирмыз Айша Шулакова девам ете. İlk sefer Kırımlılar için arbi hizmetini kıtada geçmek imkanları peyda oldu. Onlar Letek Ava Desant ordularının elit bölükleri doldurulacak. General Ştab ve Arbi okrugunun ştabı yarımadadan çağırılgan insanlarını Rusiyanın başka regionlarına askerlik hizmetini geçmesinler dep Kırım'a kol tuttu. Kıtağa Tek Ava Desant ordusunda hizmetini geçmege istegenler ketecekler. Biz onlarını en istidatlı Kırım sakinleri dep sayamız. Onlar arasında 20 insandır. Kalganları ise Kırım'da hizmetini geçecekler. Kırım Rusya Federasyası'nın erkanında 3 yıldan beri bu müddet içinde 3000'e yakın insan Rusya'nın silahlı kuvvetlerine çağırıldılar. Onlardan 10%'ı Kırım Tatarlardır. Akyar'ın harbi bölüklerinin birinden mahsus anlaşma imzalandı. Bahçesaray rayonu icra harbi hakimiyetleri ile bu harbi kısmı ile anlaşma imzaladı. Tatarstan Cumhuriyeti bu regionga kuratörlük yapmakta. Onun için biz Bahçesaray'daki yigitlerini Akyar harbi kısmına yollayık. Bu yaşı başlanı ve onu devam etmek niyet etemiz. Kırım Müslümanları için Rusya ordusunda dini ibadetlerini kütmesi için onaytlı şarayetler de yaratıldı. Günde 5 kerelik namaz kılması için mahsus odalar yapıldı. Biz din hususiyetlerini yaxşı anlayıq. Kiyev'nin Kırımlılarını Rusya arbi silahlarına çağırılığını toxtatmak gibi talaplarına arbi komissarlar cevap verdiler. Yani Ukrayna hakimiyeti anlamak gerek. Kırım bu Rusya teritoriyasıdır, dep kaydetti Vadim Meshalkin. Askerler Rusya arbi hizmetine büyük kıvanç ile keteler ve Rusya ordusunun şarayetleri Ukrayna ordusunun şarayetlerine nisbetten çok güzeldir. Askerler urba, aşayt mahsulatları ve maddi yardımının tayin etileler ve onların ekseriyeti hizmetini Kırım'da geçeler. Ayşe Шулакова, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. Бүгін Кырым татар журналистика күні қайдетле. 2011 сенесі Бахчисарайда олып кечкен Кырым татар көтлеви матбуат васталар конференциясында Кырым татар журналистика күні таздықланды. Бұл күн тесадүфен белгіленмеді. Тамам шу күні мутефикір Исмаил Гаспринский тарафындан
Дерч олынған Терджиман Қырым татар газетасының ilk саны басылды. Бұл газета Русия империясында яшаған мұсылманлар иәлісі тарафында рағбетлі олып севілді. Қырым татар журналистика тарихы ве бүгінгі алақында тәфсилатлыжам София Шукурова тариф ете. Тамам 1883 сенесі апрелінің 10 күні Терджиман газетасының бірінші саны дүния юзыны көрді. Газета сәйфелерінде сияси, иқтисади ве медени мевзулары айдынлатылайды. Газета Русия империясында яшаған мұсылманларының жемиет аятында өзгін ғайының негізі еді. Бұл нешір сияси вақайларны түрк мұсылман халқларының раатсызланған суалерны хабердар еткен газета еді. И для Бахчисарая, и для Крыма в целом, я думаю, и для России это достаточно значимая была типография, и Исмаил Гаспринский, несомненно, очень много сделал для развития культуры, для образования мусульман. Бүгінгі күнде милlet телеканалы фаал иштирак етіп келмекте. 100-ден зейді яш инсанлар ана тілімізде олған бір сара программалар üzerinde çalışалар. Хаберлерні фаал журналистлер азырлайлар. Милlet телеканалының мұхбері хаберлер информацион программаның алып барыжысы Алиме Кайбулаева балалықтан журналист олмаға арзу етейді. Өзінің арзусына ерішмек үшін еменлік еле адымлады. О Қырым Федераль университетінің журналистика факультетіні бітірді. Шымдейсе бұл университетінің Қырым татар ве шарт филология факультетінде оқуыны девам еті. Алиме айтқанына көре журналистика аятының бір парчасы олғаныны қайдеті. Мен әр вақыт өз халқымызға файда кетірмеге істередім ве оның үшін бұл зенатыны сечтім. Асылда милlet телеканалы ашылғандан соң мен айны бұл ерде çalışмаға қарар алдым. Bizim böyle en mühim meselemiz bu elbette seyircilerimizge gerçek malumatını vermek ve operatif şekilde bu malumatla tanış etmektir. Bizim haberler takımımız ise her gün Kırım Tatar halkını hayatına aydınlata ve bu yerde çalışan her bir muhbir böyle hakikatını bilmek ve insanlara yardım etmek üzerinde çalışmakta. Rusya Federasyasında çalışkan Vatan Sedası adlı yekeni Kırım Tatar radyosu mühim hadiselerden biri oldu. Radyomuz üzerinde 10 insan, tahminen 10 insan çalışmakta. 24 saat devamında bizim yayınımızda meraklı rubrikalar, müzika, eklence programmalar takdim edilir. Elbette aydavcılar için de bu pek yaxşıdır çünkü onlar tümen ogunda bizim milli müzikamızı dinlemege böyle fırsat var. Biz daima millet için çalışamız. Biz hatırlamak gerekmiz ki Rusya'da birinci Kırım Tatar radyosu yangıray. Bu bizim büyük bir gururumuz. Bundan da gayrı Kırım Tatar tilinde gazetalar ve mecmua basıla Бышный Исмаил Гаспринский adını taşıyan медиа меркез незарет etti. Медиа-центр имени Гаспринского на сегодня входят 3 крымско-татарских издания периодических. Это Яны Дунья, Йылдыз и Мираба. Издания работают, развиваются, получают государственную поддержку. У нас происходят изменения к лучшему. Вот, например, газета «Мираба» еще в прошлом году она была черно-белой, в этом году это уже цветная газета. Тоже такие же положительные изменения и в журнале «Йылдыз». Хотим обрадовать наших читателей, что уже с следующего номера этот журнал будет цветным, полноцветным. Яны Дунья будет открыт музей крымско-татарской печати. Я надеюсь, что крымско-татарские издания будут действительно расти и профессионально, и качественно. Материалы будут еще более интересные, да, они будут рассказывать еще больше знакомить наших читателей с жизнью крымских татар на полуострове. Медиа мерkezinin реберінде мувафақиет ile Мираба газета çalışmakta anda yaş nesil hareket etti. Onlar Kırım Tatarlarının yüz bergen vakalarını aydınlatalar. Emilian Nanov Zenat boyunca resam. Ama jurnalistikanı begengeni için Miraба gazetasında özünü mühbir olarak açmağa tırışa. Мне интересна культура нашего народа, освещать события, произошедшие с нашим народом. Вот. Ну, например, мы рассказываем про крымско-татарских наших художников, про какие-то события, которые происходили в Крыму. Bundan da gayrı malumatlı insanlar matbuat merkezlerinden de alabilirler. Çok tecrübeli muhbir Zeray Mürsiyin şimdi Kırım Müslümanlar Dini İdaresi'nde çalışa. O regular şekilde muftiyatımızda olğan vakalarının epısını haberdar etti. Более 15 лет я проработала на радиостанции ведущей. Тогда как-то не было такого конкретно, что журналист, радиоведущая. Ну, а затем уже началась именно журналистская работа. Это была пресс-служба Рескомитета по транспорту и связи. Затем телеканал был, где я работала в новостях. Это была очень интересная работа. Это был такой
серьезный этап моей жизни. Кырым татар журналистика күніне милlet телеканалы ичтимай ағларда флешмобну кечере. Оның мақсады Кырым татар мухберлер ақында тариф етмек. Эпысы истегенлер иштирак ете білелер. Өз зинаддашларыма, мухберлерге, яғни Кырым татар матбуатынен оғрашқан зинаддашларыма әлбетте біріншіден илхам тілейм. Мына біздің кечмішімізде олған бұйық бір әдебиятны аз олса да, аз мы чоқ мы іште біздің матбуатымызны Кырым татар тілінде олған языларны әлбетте шымды де девам етмек керек. Бұйық бір кечмішіміздің güzel ve parlak келечегі olmasını isteyim. Журналист ve muhbir olmak pek mesuliyetli ve mühim zanattır. Niçin degende bugünkü günde bizler muhbirler olarak halkımızın hayatını aydınlatmaktayız. Ve bu münasebetle men bir zinadaşlarımga icadi muvaffakiyetler ve ilham dileyim. Koygan maksatlarınızga erişiniz. София Шукурова, Асан Зевадинов, Миллет үчүн. Ақмешіт қасабасында жемінің құрыжылығы девам етмекте. Бина ерлі секенлерінің параларына ве Кырым муфтият айырған параларға құрыла. Құрыжылық ерінде мұхбирimiz Гүлнара Каримова болынды. Жами құрыжылығы да 6 елі велсі Ақмечет атлы жемаатының ғайысы ве ерлі сәкенлерін параларына башланған еді. Шындығы вақытта жаминің ички ве қадынлар үшін балкон япыла. Бұндан сон құрыжылар жаминің тышы ве азбарына кечечек. Ташын қойдық, екінші қатын көтердік, тамыны қапаттық. Алазырда мұны көріп отырасыз, біз таванны япамыз. Біздің 2016 сенесі парамыз біткен еді. Біз муфтиятқа мұражат еткен едік, ве муфтият бізге ярдым айырды. Ве о ярдымға мұна біз яқында Ақмешіттен бөле бір ОСБ деген нелер, утеплителер кетірдік. Ве бұл таванымызны япып башладық. Ve işimiz keti yavaş yavaş cemaat da şete kalmayıp her vakit yardımcı boluna. Onun için sağ olsunlar, bağırsınlar. Ақмечет районын баш имамы Леман Абдурамановдың сөзлеріне көре, қасабада 250 Кырым татар құрантасы яшай. Умуми алғанда районда 4 жами бар. 2 қатлы бинада ақайлар ве қадынлар үшін маабит ерлер, ибадет хане ве имам одасы олacak. Мұнда біз намазымызды ибадет ханеде оқимыз. Ве дерсханеміз бар, балаларында оқытмаға істеген ханымлар ефенділерін оқытмаға Құран Керім дерстеріміз кече. Ибадетханелеріміз де бар, ама бөле бір жамы мұнда жоқ, құрылмай, мұны ең бірінші жами болып құрылайдыр. Леман Абдураманов Ақмечет район сәкенлеріне саваплы ішті жаминің құрыжылығына бітірмек үшін ярдым етмелеріні сорады. Жемат четте қалмайып, біз мұнда құрылған жамini көріп отырасыз, келіп ярдым еттіңіз. Біздер ана ватан тобарағына келдік, өзіміздің тілімізді, милletімізді, ватанымызды көтермейді. Оның үшін өзімізден сон біз мына келешек неселерімізге иманет оларақ қалдырмаға керекіміз жамилер, ибадетханелер, келсінер, торынлар, балалар, ибадет етсінер, оқысынар, өгіренсінер. Esas binada 2 yıldan beri cuma namazlar keçe. O yakınlengenden son minaretinin koruyuculuğu başlanacak. Gülnara Karimova, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Сақ районындaki орта жемінің территориясында қошма бина құрмақ үшін милли құрылув яни хашар кечірле. 2 hafta devamında yerli sakinler яңы жемиятлы мұсылманлар жематының азаларымен берабер bu құрылувда faal iştirak eteler. Bu hafta bizim nebeti kelevxamızda. Әр hafta жұма әртесі күні Сақ районының орта жемесінің территориясында ифтар өткермек үшін бинаның құрылу ішлері кечіріле. Инкишав жемие тешкілятының президенті Ескендер Билялов қайт етті ки, кечкен еллары ифтар кечірмек үшін біз чадырларны ерлештірдік. Ләкин шымды тек ифтарларны дегіл де башқа дин топлашуларны кечірмек үшін махсус бина құрajamыз. Bayramlar өткізeceğimiz, dualar өткізeceğimiz, mında yazda camide bek sıcak günler bolsa en esası bu ebed bu soraza vaktinde iftarlar ötküzeceğimiz bunda bu binada Allah kısmet etse. Bana özünüz görüyorsunuz yaşlar bu kol tutalar çok yaşlar geldi çalışarlar. Buraya kadar bizim iş adamlarımız buna beton verecekler. Bunda hepimiz birbirimizge kol tutup kim ne kadar hissesini koşup Allah kısmet etse bu bina kurulur. Ерлі сәкенлер де кечірілген ішлерде фаал іштирак етелер. Бұл уақытта Сақ шайыр шурасының мебусы Эльвис Аблаев қайт етті. Совместно будем добиваться того результативного эффекта, который хотим достичь, построить на этой площадке хорошее помещение для проведения ифтаров, чтобы это уже было на долгие годы, навсегда, и в то же время помогало нам проводить ифтары в любую погоду.
Сах районын мемуриет башынын муавины Шериф Османов кайтты ки, ораза туткан мусульманларнын сайысы юксере. Ветамам onun için çok адамлар сықсын деп кошма бинаны курмак керек. Onun сөзлеріне көре, более кыбы биналарнын курулуы жемат үшін пек муимдир. Bundan gayrı Шериф Бей невбетеки планлары хакында хабар этти. У нас большая территория, более 3 гектаров земли, и на этой территории расположена мечеть, здание медресе, где обучаются и проживают наши дети, спортивная площадка. В будущем мы планируем парковку организовать, значит, зоны отдыха, беседки, лавочки, озеленение территории, благоустройство. Поскольку в нашей вере наш пророк говорил, что чистота – это половина веры, то мусульмане сегодня должны содержать свои территории в чистоте, свои дома. Дом Аллаха, который стоит за моей спиной. Вот, и наша задача сегодня благоустроить территорию, сделать ее красивой, опрятной, уютной, чтобы люди приходили, молились, обучались. Здесь у нас проходят и никахи, и джаназе намазы, и другие различные мероприятия, сухбеты. Это данное здание будет сооружение именно служить для того, чтобы проводить вот различные религиозные мусульманские мероприятия. Сах районын имамы Месфер Ситаров Бухашар кечкен базары тесі башлаган акта айтты. Невбетеки әрекетлер ақында ерлі сакинлерінен берабер жума намаздан сон музакире еттілер. Ниетimiz böyle oge doğru gitmek inşallah. Böyle iftarlar için bu yerde biz her vakit her yıl böyle bir çadır koyaydık. Ama inşallah güzel bir şekilde böyle bir naves işte bina yapacağımız. Asıl iftarlar için o yerde evet başka mirasimlerden de geçirmeye mümkün olur. Dualar olur, nikah olur, kıbı sohbetler olur inşallah. Cemaatimiz Allah razı olsun geldiler, çalışalar. Сах районын дин жемиетінің рейесі Светі Санасанов Хашарда чоқ яшлар bulunğanlarını ve muhabbetlikte umumi maksat için çalışkanlarını kayıt etti. Bu cemaatimiz gelip yardım etti. Çünkü bu şeylerin içinde yapılgan sadaka, yapılgan hayır, yapılgan her şey 3 kere, 4 kere, 5 kere ziyadesiyle Rabb-ı Teala'dan kaytarılan. Herhalde o çift manası da gelip bu işlerini yaparız. Şunun için burada bizde problem yok. Milletimizde böyle bir kararda birlik beraberlikte çalışamız. Тиджелил Аблаев да бу милли хорулуф ишлеринде иштирак этмек ве бутун булунганларга кол тутмак үчүн келди. Услышал от отца, что сегодня вот проводится как бы общее собрание джемата Исакского района, поэтому сегодня решили как бы прийти, помочь и надеемся, что в дальнейшем тоже будем приходить, помогать в мечети. Бу бинанын курулуыны келечек жылга битирмеге планлаштыралар. Эсас одадан кайры бу бинада ашхане ве килер одасы олажак. Бу объект 21-17 метрны тешкил этежек. Фериде Халикова, Асан Зивадинов, Милет үчүн. Ялта шээринде 14-15 жашындагы gençler арасында бокс боюнча ярыш кечирилди. Окырым федерациясы, Ялта шээр бокс федерациясы ve Ahmetхан Sultan adına sport klubu kol tutuvu ile ötkərildi. Yarış galipleri Aluşta şehrinde Kırım çempionatında aprelinin 13'ünden 15'ine kadar iştirak edecekler. Bu akşam bizim levhamızda. Genç boksçılar Ялта şehrinin birinciligi turnirinde iştirak ettiler. Teşkilatçılar aytkanına göre boks yaşlarını birleştiriyor. Çünkü keyifli hazırlıkını tek kıyın oyunda göstermek mümkün. Мы проводим в Ялте первенство города Ялты среди ребят 2003-2004 годов рождения. Те, кто ребята здесь займут первые места, они себе завоевывают путевку на участие в первенстве Республики Крым. Совместно с Федерацией бокса Крыма и Федерацией города Ялты, и с Федерацией, со спортивным клубом Ahmetхан Sultan мы как бы посовещались и решили провести этот чемпионат для того, чтобы выявить лучших, которые будут участвовать на чемпионате Крыма, который будет проходить с 13 по 15 апреля в городе Алушта. Birinci yer üçün 5 çift kureşti. Onların her biri meraklı oyunu gösterdi. Öz çekim takımında onlar güçlü rakipleriyle kureştiler ve en güçlüler galip kazandılar. Onlardan biri Ahmetхан Sultan boks залында idmancısının sportçusu Ivan Chemtsov oldu. Я перед боем чувствовал небольшое волнение, как и все, наверное, бойцы, но как начался бой, я сразу взялся в руки и начал работать, и увидел, как он начал пропускать, и сразу же воспользовался этим и
завершил бой досрочно. Для боксера на ринге главное, если ты попал, добивать и не идти назад. Мусафирлер ise boksны буюк мерахнен сейреттілер. Виалталы спортчыларының буюк бокс тарихы олғаныны хайдеттілер. Бұл геншлерні да чоқ мукафатлар беклейджегіне әмінлер. Сегодня вот то событие, которое происходит, конечно, не только в Ялте, вообще в разных городах Крыма показывает, что спорт развивается. И для молодежи нет никаких преград, для спорта нет никаких преград. Поэтому наши спортсмены, конечно, будут выходить на арены российских первенств. И уверен, что и в том числе ялтинские боксеры, конечно, выйдут на международный уровень и будут занимать призовые места. Ярыш авангард спорт сағам комплексінің бинасында алып кечті. Базылар тәжірибе алмақ, бігерлер есе көрешмек үшін келділер. Акемлерінің умуми харары бойынша есе 5 боксчы ғалібе қазанды. Диляра Шевкетова, Айдем Исмаилов, Милет үшін. Ярмадамыз яңы Қырым-татар йылдызлары иле янажақ Бақчысарайда Миллет йылдызы адлы буюк вокал лейхасы башланды. Тедбірдің тешкелетчісі оларақ Миллет телеканалы олды. Бұратлық күнлері енді бірінші кастинг олып кечті. Насыл ержілар жюри азаларының берақландырды мұғбіріміз Сабри Халиляева біле. Тантаналы леханың бірінші басамағында истеклерінің епісі іштірак ете білді. Эсас шарт ана тілінде ерні ижра етіп, жюри азаларыны айретте қалдырмақтыр. Өз истидатыны нұмайыш етмек үшін әм яшлар, әмде бұйыклер тешриф бұйырды. Ләкин екінші тұрға тек еді инсан кечті. Оларының арасында Эбидиет ансамблінің ержісі Мустафа Алиев. Мустафа Амитхан адлы ерні әлде етті. Мустафаның айтқанына көре, о музыканен балалықтан оғыраша. Оғланның фікіріне же Қырым-татар ерларында халқымыздың медениеті ачықлана. Я считаю, что это некий толчок. Булейха Қырым-татар халқымыз, медениетіміз инкешафы үшін яқшы басамақтыр. Менің фікіріме көре бөлі кібі ярышларының ярдымы или яш истидатларымыз өз иджадыны тақдим етіп олурлар. Брянская койның сакені 30 яшында Решат Эдемов есе Бақ Гузелім ве Бақчысарай қызлары адлы милли ерларыны ижра етті. Ве жюри азаларының диққатыны желп етті. Bu konkurslar oluş gerek. Çünkü Kırım-Tatar televizyonda, radyoda bütün adamlar Kırım-Tatar milleti, Kırım'da yaşayanlar, Kırım'ın uçetinde de yaşayanlar hepsi işitsinler, bilsinler. Millet yıldızı adlı leyha çerçevesinde iştirakçiler arasında em huvanç em de kederli duygularını doğura. Bazıları hatta koz yaşlarını da tutup olamadılar ve bu tabidir ikinci turga geçmek herkeske nasip olmadı. Nigina Sidikova çeşitlilerde müzikal kompozitsiyalarını yerladı. Lakin en istidatlı yerci unvanını kazanmağa ona tek gelecek senede kısmet olacak. Для меня это, несомненно... Мен үшін бұл ярыш бұйық тәжірибедір. Жюри азаларына чоқтан-чоқ тешекүрлер білдірмек істейім. Олар маңа яқшы дәрсіне берділер. Әндіден мен да чоқ çalışacağım ве келечек йылда оз күчлерімні кенеде сынап бақарым. Невбеттеки ярышқа keçmek üçün iştirakçiler өз вокал истидатларını нумайыш еттілер. Мында милли ве зиманеви Қырым-татар ерлары яңғырады. Сечімге көре еді инсан ярым финалға keçті. Оларға жюри азалары Қырымданам қазанған артистлер Дилебер Османов ве Эльмира Налбантова, Джумхури ве халқара фестивалерінің ғалибы Гузель қымет кестілер. Сегодня пришло достаточно... Мында истидатлы балалар топланды. Олардың арасында ең күчлі ерджіларны сечіп алдық. Умыт етеміз ки, олар келечекте ажайып ерже олмаға тырышырлар. Могу сказать, что... Да, чоқ güzel сестеріні ешітмек істейміз. Менімже, бұл ярышын ярдымынен бөле инсанларын тапармыз. Ең esas мен үшін мына бұл Millet yıldızı деген yarış gençlerimiz, torunlarımız, balalarımız үшін. Onun için мен қуанам да келдім. Çünkü biz оларны sanatçı деп seçip alamыз. İleride. Олар біздің келечегіміз. Millet yıldızı leyханың тешкелетчісі, Millet телеканалының генераль музыры Серан Мамбетовнан білдіргеніне көре, вокал ярышының невбетеки кастингі енді бұл жұма әртесі күні кезлев шерінде олып кечечек. Ярышның эссас мақсады ярамадымыздың чешет көшелерінден истидатлы инсанларын тапмақ ве бұйық санаға çıkarmaktır. Kısmet etse Eylül ayından bizde kundirekler çıkacak efirge ve sentyabrdan başlap bu seyircilerimiz programlarında görecekler ve finalın en sonki büyük öyle bir konser olacak noyabr ve dekabr aylarında Allah kısmet etse.
Милли телеканалы Эркесны Лейханын иштиракчысы олмаға чағыра. Мында яшына бақмадан истеклелерінің эпосы иштирак ете оларлар. Миллет Йылдызы Лейханын финалы ноябрь айына өткерележек. Галип 100 000 рубле мукафатны алacak. Bundan da gayrı Kırım'ın en rağbetli icracının klipini çıkarmak imkanı olur ve onun yerleri Vatan Sedası radyo yayınlarında yankıracak. Geliniz, iştirak etiniz, galibini kazanınız, yaramadığımızın en belli insanlarının arasında olunuz. Sabriye Halilaeva, Umer Mustafaev, Millet için. İlanға keçemiz yarın saat 11'de Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde fizikacı ve milli hareketinin veteranı Roland Kadyev'nin doğan gününden 80 yılına bağışlanған hatır akşam olup geçecek. Aprel'nin 14'ünde Devlet Milletler Ara Komitetinin muzikasızları Ahmedjit şehrinde adliyeçi konsultasiyasını geçirecekler. Konsultasiya saat 10'da Samokisha 30-33 kabinette olup geçecek. Malumat için telefon Qoşma 7 978 841 07 15. Şimdilik bu hepsi malumat yangi vaqalar hakkında daima haberdar olunuz ve saat 20:30'da gelecek haberler informasyon programmasını kaçırmanız. Bizle olunuz yarınga kadar sağlıkla kalın.